Екінші ақпан Қазақстанның халық жазушысы Мұхтар Мағауиннің туған күні. Түркияда тұрып жатқан қаламгер 84 жасқа толып отыр. Осыған дейін жазушының жаңа қонысына арнайы барып, эксклюзив сұхбатты оқырман назарына ұсынған едік. Бүгінгі әңгіме сол сұхбаттың жалғасы. Бұл шығарылымда жазушы шығармашылық өмірі мен қоғамдағы маңызды жайттарға қатысты әңгіме қозғады. 60 жылға жуық отасқан жары Бақытжамал Мағауина отбасылық естеліктерін айтып берді. Біз барғанда бірге тұратын келіні Алтын Мағауина жұмыс сапарымен Америкада жүр екен. Ал әжеміз Қазақстаннан келген қонақтарға қуырдақ жасап тоқыспен қарсы алды. Қойдың нелерін, қозы көбісі. Еттерінің бар, қойдың еттері. Қозыға біз чап-час жүректері, бүйректері. 4-5 жасқа дейін семейде болдым. Содан әке-шешем көшті. Содан кейін 1 жылдан кейін келдім. Сол Қайнардың мектебіне бардым 1-ші класста. Ол кезде Қайнар. Шағын ауыл ма еді? Қандай ауыл еді? Шағын ауыл емес, о заман үшін Әжептәуір ауыл. Қазір ауылдардың бәрі ыдырап кетті ғой. Сол жерде 10-ші класс бітірдім. Ол кезде полигон болған бе? Полигон болған. Нағыз біз полигонның ортасында отырдық қой. Ол кезде көшіретін, шұбартауға көшіретін біздің адамдарды. Ешқашан көшкеніміз жоқ. Сол полигонда қаламыз. Есік терезелерді жауып тастайды да, соң адамдар көшіп кетеді. 1 күн, 2 күн шұбартау жаққа. Соң кейін Дегелең деген жерді атты ғой. 40 километр. Соң атқан кезде көреміз анан, Саңыраулақ сияқты. Шығып ойнап жүреміз анан, ойыншық сияқты. Соның ортасында өстіген дейді, аман сау. Соң үлкен кісілерді, ауыратын кісілерді біз үйге әкеп орналастырды. Онан кейін ол кезде балалар жақсы тумады, өлі туды көбісі, кемтар болып туды. Әйтіп, қазір Құдайға тәубе деймін, мен 9 ағайындымыз ғой. Бәріміз дейді, аман сау өсіп сол полигонның астында. 10-ші класс бітірген кейін Семейге кеттім ғой. 3-ші курста. 3-ші курс іздеп келді ғой бұсы. Қалай іздеп келсің? Көрген ғой бір альбомнан бір досымның. Онан сурет өзі көрді? Иә. Содан кейін өзіміздің ауылдың көршіміз өзіміздің. Тосқан сияқты келеді соны. Соны іздеп келген. Іздеп келгенде бір жолға алған жоқ. Мен 3-ші курста оқып жүргем. Немді. Дұрыс дастұр үшін тапсырдым да кетіп қалдым. Келе жатырмын деген. Ауылға келгенге жүрек сүндік дейді. Келе жатқанын білдіңіз бе? Білдім, айтты ғой. Сол кезде қыздардың сондай бір әдеттері бар бұл. Жігіт көрсе қашып жүреді. Бұл жақсы сөздері бар айтатын. Мен ауылға бардым, Қайнардың басында сол әке-шешем сөзді тұр. Соң әрі қарай бұлар енді әлі келе жатыр, енді сол жерге дегенде жігіттің үй сол жүріп тұрады. Мен жайлау кетіп қалдым. Соң бұл кісі көре алған жоқ. Сол жолы сәті түспеді? Сәті түскен жоқ. Сол суретті көрген беті кетті. Білмеймін, сол кезде қыздардың сондай бір әдеттері бар. Жігіттері қашып жүретін өзінің өзі. Бірден келісім бермейді ғой? Жоқ. Даже бір рет мен ертең келем дегенде, бір жерге кел деді, келмей қалып бардым. Ертеңін институт қызып келді ол кісі. Ол кезде аспирант оқысып. Әбден жүгіртіпсіз ғой? Әбден жүгіртіпсіз ғой? Иә. Содан кейін келіп кафедраға барып шешінген. Содан кейін келіп тұр, қай жерде мен расписание қарап, менің бір қай группа аудитория оранды. Содан кейін анжақтың қыздардың біреуіне қолын нетеді ғой енді? Шақырып жіберді. Содан кейін маған айтады, шақырып тұрған жерде бір жігіт дейді. Кім деген еді? Мұхтар дейді. Жоқ, шықпаймын дедім. Сөйлеп едім деді деген білесің бе? Сөйлеп шығарам қазір деді. Ыза болып жүр ғой. Әлі жол болды. Иә, шықтым соң кейін қой елдің көзінше еді. Қайсы ғой сөйлесе алам. Сол жай әңгімелестім кетті. Тағы да келіскенде болдым, жарайды деп өзің айтқан жеріне. Қызық мінездер қызық болды ма өзі? Қай курста екенін білмеймін, последний 4-ші ме 5-ші курста ма тағы іздеп келдім.
іздетпеген кезде кездесті. Ресторанға бардым, достың несін. Отырдық, онан кейін ондай. Ол кезде тез шешілмейді ғой, дүниенің бар. Бұлдану керек қой. Сонымен кеттім мен. Соның кейін ары қарай бұл кісіде хабарласып шармасы келген жоқ, уже институтын бітірейін деп аспирантурада қой. Диссертациясын жазу керек. Соның кейін мен 5-ші курстамын как раз. Оның кейін 5-ші курста практикаға болады ол кезде бізде. Түрі жарты жыл болады. Сентябрь айынан бастап январға дейін болады. Сонда общежитие шыққан. Общежитиеден неге мостикпен өткенде мектеп таяу 5-ші мектеп сол. Сол кездестік, онан кейін тағы да онша нете қойғанымыз жоқ. Соның кейін кетті. Жарайды деп. Соны енді бір бұйрық қашықташып бір досы үйленетін болды. Жаңаға Нұрғайып деген досы үйленетін болды. Соның кейін соның тойына енді біз ол туысқанбыз. Ана жақтан шешем де соң кейін бір апайым, оның шешесі, кейін шешесі менің апайым болып келеді. Сол кісі келді, содан білген өзім келдім. Алматыны көріп кетейін деп. Сол көріп кеткеніміз, сол 5-ші курста қалып қойдым соны. Алматыға қалды, иә? Мінезі қызықтау болды кішкене мінезі. Соң бір жол енді бір детальді айтайын. Соң кейін бір жол келеді, самолеттен түседі ғой. Түскеннен кейін Камен Оразалин деген жазушы бар. Соның қызы біздің басқа факультетте оқиды. Оның алдында тойды көріпті. Тойды көріп жаңағаны такси алып қуады артынан. Енді өзі қайда келгенін ұмытып кетті, жаңа қыздың атынан қуған ғой. Содан кейін артынан мен естедім ғой соны. Өзім сылтау іздеп жүрген адам, іздеппеген адамға бара бер. Математикада оқитын. Соны мен çoğu жыл кездестік оның. Кешірдіңіз бе? Иә. Енді уже ақыл кіре бастады уже. 5-ші курсы жоқ. Бітіргеннен кетесің. Кеткеннен кейін оқыған қыздарың бәрі ауылға келеді, соң кейін шопырға, трактористке, соны ауылда кім бар енді қазір? Ол кезде интеллигенция да жоқ, онша көп. Соларға кетеді. Сол миға бірден кірген шығар соны. Тойға бардым ғой соң мен. Атан кешсек, қатын ермеше деді соғым. Әлі күнге ма? Иә, әлі күнге ермеше деді. Сол немеге сонша қаштың деп. Енді іздеп келдім ғой, өзім іздеп келдім аяғыммен. Енді сонда да жаза алмайсың бе? Сондай мода қыздарың. 59 жыл болады міне. Осы неде. Январда. Январдың 20-сында той болған. Жаңа жыл қарсы келдім ғой. Садикте жүрген, біз недеміз, бірақ артынан апардық садикке. Ерген кішкентай күнде 2 жасында апардық. Қазақ садигі болды бір. Жамбыл, оның кейін біз квартира алдық. Жақсы квартира ертерек алдық біз квартирді. Анам неге баспаға барған кезде Есенберлин жақсы бізге микрорайоннан жақсы бөлме алып берді. Оның кейін Жамбылдағы жазушылардың үйі салынды. Өте жақсы үй, кірпішный. Сол үйде тұрдық. Көп нәрсе несіне байланысты, әйелге байланысты. Біздің қатарластарымыз болды, жазушылардың әйелдері әртүрлі. Менен сосын айтқанын істеп, айдауына жүріп, институтымды әрең бітірдім. Каспиге ауыстырып, заочный бітірдім артынан. Соң кейін жұмыс жасаған жоқпын біразға дейін. Оның кейін уже балалар бірінен кейін бір 4 балаға 4-еуін қатар тудым мен. Сол, аман есен сол балаларда. Оның үстіне бұл сен жаңғыз ғой. Обыкновенный адамдар ғой, бірақ мінезіне байланысты, әртүрлі жазушылар бар, әртүрлі. Жеңілдеулер болады ішінде. Атаның бірақ мұның сүңгірге шамасы келген жоғынан кейін. Ол өз тақырыбы ескі тақырып қой. Соны кейін руководительде қатты болсында не жасап, қорғауым керек жылдам деп. Содан жұмыс жасады. Горникантта тұрды квартирде.
Иә, пәтерде тұр. Ой, частный квартира тұрады ғой, частный үйде. Үйдің ішінде жақсы, жайлы, мейірбан адам, балаларын жақсы көреді. Ешқандай ондай артық ауысып несі болған жоқ. Соң аузына не алмайды, жазушылардың көбісі ішеді ғой көбісі. Сол ішкен кезде біраз жер кетіп қалады, кейбіреулер. Біздікі аузын алған жоқ ішіне. Жұмыс бұл кісінікі. Есілдерді сол жұмыс аман-есеннің несін қорғап алды, оны кейін баспаға қызметке кірді, сол таңертең кетеді, кешке келеді. Сол мен балалар бағам. Сөйтіп 4 баланы төлегенге дейін еттім ғой. Енді мен енді жазуында шаруам жоқ, айтуым мүмкіндігінше балалар жібермейміз. Балалар есіктің астынан сығалап жүретін көке деп жұмыстан келгенде. Қатты жұмыс жасады ол кісі. Сізбен жаңағындай бір қиын сәттерін айтып бөлісетін бе? Енді ондай мен үшін қиын болған жоқ онша көп. Ол кісі шайын, тамағым уақытында болу керек, жұмыс жасады. Жұмысынан келгенде түнде жасап жүрді. Даже микроен тұрғанда проза нелер түнде жазды. Өйткені күндіз жұмыстан қол босамайды. Бір ұйықтап алады да кешке жақын түнде отырып жазады. Тазының өлімі нелер сол нелерде жазылды. Микроенді жазды. Ол кісінің енді өзінің творчествосына берілген адам ғой. Жазу жазып жүрсе настроение жақсы. Сондықтан әлі күнге дейін солай ғой, бірақ енді қойдым деп отырмын. Аласапыран соңғы аяқ астынан жазылды ғой, жылдамдатып жазылу керек болды. Бір какой-то бір перегеттер болды, ол кезде бір цензура көп, тексеру көп. Сол кезде бір реті келіп қалды да, отырып жазды, күндіз жазды, кәдескі деген ұйықтап алып жазып, жұмысына барып келіп жазып. Сонда ғой, шайды іше береді, қойып алып келеді. Жоқ, мына шайын маған ұнамайды, қып-қызылдап әкел дейді, қып-қызыл ішесің. Бір күн айтқан ғой, мына шайды іше бергеннен ол табарымнан не қалады деп. Мен осы кітапты бітірсем, ол табардан маған керек жоқ деді маған. Содан кейін ештеңе демейтін болды. Шайын дайындап берем. Енді атаның режиміне сіз өзіңіз қарайтын шығарсыз, мысалы, ерте тұру керек. Өзім қараймын. Спортпен айналысу. Иә. Оның режиміне нетем. Оны қадағалап отырам. Әлі күнге дейін қадағалаймыз. Кейде едіге ренжиді маған. Неге кешке дейін контроль жасай бересің деп. Ананың күн шығу болмайды, мынаның ыстығы шығу болмайды. Таңертең бір су ішкізіп жүрмек пайдалы деп. Сонда яш қарынға. Сол не істейді өткен жолда? Біз ана жақта имбир нелерді нетіп, не жасап ішеміз. Ана сосудты тазартатын нәрселер. Енді жасылағаны кейін бәрі тозады ғой. Соң кейін бір күн отырын немене стакандағы ана фильтрден алып ішесіп та. Ондай болмайды десем, енді осында да жақпаймын. Ана кісі көп арасына түседі. Баласы. Оның көзін ештеңе айта алмаймын. Айтсын бәлеге қалып. Бір жағынан кейде ол кісі қазір енді бала сияқты қазір. Қатты айтқан, тұнша жақсы көрмейді. Кеше дауыс көтерсең кішкене нетеді. Дауыс көтерген ұрсып дауыс көтермеймін мен. Ол үшін емес. Құлағы кейде естімей қалады, соң кейін айтсам, неге маған айғалайсың? Дұрыстап ести алмай қалды. Мен дейді, көңілім бірдеңе ойлап отырам мен. Содан ол мен айтпасам, құлағым түгел естіп тұр дейді. Психолог адам ғой енді. Мен іздеген нәрсе. Едіге біліп отыр ма тамақ ішетін? Етті қажық мамын бастырып сақыз. Қаден түкін? Аткөлден бе? Ой, түкіндер күшті. Қазақстаннан әрі... Қаншыда әкетіп атырмыз, алып атырмыз, бірақ едіге көп жемейшін. Жылқын еті келді, өткен жолы 2 рет әкелді қызым. Қай жағынан келді Қазақстан? Жаңағыдан ба, Қырқағалдан ба? Білмеймін, Алматы олсын ба, білмеймін, таныс. Жылқының. Сонген 12 жолы кімнің? Айының әкетісіден қой сойып әкеген кеші бір жылын тауып қойды. Нетіп. Қазақстанда тұрдыңыздар, Чехияда тұрдыңыздар, ақш-та, Түркияда тұрып жатырсыз. Қандай бір ерекшеліктерді байқадыңыз? Әр жердің өзінің бір ерекшеліктері бар. Біз енді едіге радиоға келгеннен кейін атап пенсияға шықты ғой. Пенсияға шығалмақ. Оның алдында біз жиі келетіміз. 3-4 айға келеді, атауы жұлдызда істейді.
онша көп несі жоқ, жұмыстың дайындап кетеді де, не істей береді. Содан едігеге көшіп келдік қой, тура пенсияға шыққаннан кейін. Пенсия емес. Пенсия ғой, шыққаннан кейін. Жұмыстан шығып. Соны көшіп келдік, сол тұрдық сол жерде. Едіге радиода істейді, алтында соны істейді. 6 жыл бірге тұрдық. 6 жылдан кейін, соң кейін жылдағы Карловарға барамыз. Гостиницадан тамақ, анамынасын бізге қазақтың тамақтары керек. Содан квартирге жатамыз, соның едіге бір күн айтты осыны, мен сендерге квартира алып берейін, давай. Үй қарап, бір жақсы квартира алып берді. Чехиядан. 4 бөлмелі, қазір Мадияр тұрып жатыр қазір. Чехия емес, Карловардан. Содан кейін 3 жыл сол жерде тұрдық. 6 жыл Прагада тұрдық. Онда бір үйде бірге тұрдық. Үй алды бұлар сразу, 2 этажды үй, жақсы үйлері бар. ақш-тағы өміріңіз қалай болды? ақш-тағы, Америкадағы өміріңіз? Ол енді неден, о кезде біз Карловарда тұрған кезде автобус Шыңғысханда бастап кеткен. Едіге аяқ астынан кететін болды. Содан кейін біз ата Шыңғысханды бітіріп бірақ барайын деп, бір 7-8 айдан кейін бардық. Неге? Америкаға. Шыңғысхан сол жерде бітірді. Шыңғысханда жазғанда оған жоқ. 4 томды 7 жыл жазыпты ғой. Ан жақтан бастап. Әрбір өзі кітаптары, тарихы, ол өз басқа көз алдымызда тұрады қазір. Алсапыран жазғаны бәрін. Жақсы ғой. Отырын демей ма? Ата? Осыны қосақта болады. Далаға пара берейік пе? Дұрыс. Ыстықта отырын тұрсын. Жұмсақ қой. Хорошо. Түрікше сөйлей аласыз ба? Иә, керемет сөйлейміз. Әдіміне рахмет деген жүретім. Ажан сұрасың ба? Түші көрейме? Жауап сұрап жатыр. Түші көрейме? Соны айтамай жүрміз. Teşekkür. Bu kızlarına Қазақша рахмет дейді, рахмет десе түріктер шошып кетті. Өйткені ол да марқұм адамға рахметлі дейді. Мүмкіндік болса, бір-біріне мінездер сай келсе, бірге тұрған жақсы. Ата-анаға да жақсы, балаларға да жақсы. Екеудің де жайлы. Ол үшін бір адамдардың өзінің бір түсіністігі болады. Иә, ортақ. Çünkü едіге біз енді қазақы бала ғой. Иә. Соң кейін енді алтын жақсы бала. Келініңіз? Иә, келін жақсы. Едігеден де жақсы болып кетеді дейді. Иә. Едіге замешание айтады, ол айтпайды, бір замешание онша болып. Мысалы, қанша жыл болды келінмен нене болып бірге тұрды? Қазір айтайын, 20 айшешек балалар 4 бала ғой. 4-де туған сайын келеміз, 4 айдан жатамыз біз. Ол кезде ата журналист дейді ғой. Уақытымыз көп келіп. Мен сонда есепте айшешек 27 келді міне. Бір енді 30 жылдай. Бірақ бірге тұрғанбыз жаңағы таза 6 жыл Прагада, онан кейін Карловарда олар қонаққа келіп тұр демалыс сайын бізге. Оны Америкаға келген біргеміз. Енді мына қыздарға айтар кеңесіңіз болса, мысалы, болашақ жар таңдауда, бақытты өмір, отбасы құру. Иә. Енді қазір мысалы ажырасулар саны жағынан Қазақстанда статистика өте жоғары. Көп. Соң ата-енемен аралары қиын адамдардың, тіпті айтсаң адам сенбейтін нәрселер жасайды. Енелерден де бар. Енді жастар тәрбиелеу керек шама келгенше. Үлкен адамдар өмір көрген. Тәрбие көнбес ар жағын көреді. Бірақ тәрбиелеуге көнбейтін адам болмайды ғой. Бірақ негізге де байланысты. Біздің алтынның шыққан тегі жақсы ғой. Бабушкасының бауырында өскен. Әке-шешесі жазушы, әкесі жазушы, шешесі қызмет істеген ғой. Жақсы адамдар. Әр уақытта жақсы адамдардан жақсы балалар болады ғой. Келініңіз түркіменнің қызы ғой, е? Түркімен, таза түркімен. Ол ешкім сенбейтін. Ол бірден үйленгеннен кейін 3-4 айдың ішінде үйленді қазақша. Қазақшаның түбін түсіріп сөйлейді.
кеңес бергенде де қыздар жан-жағына қарасын, енді көрініп тұрады адамның қандай екені, жігіттердің. Кейде бағдарлап қыздар көп нәрседен басқаша нетеді, ортасына байланысты ма, кейде бір жігіттердің әпімен байлығына қызығады, несі бар сонысына қызығады. Оның бәрі қолдан жасалатын нәрсе. Егер екеуі бір-бірімен жақсы тұратын болса, ол бәрі де өзі келетін нәрсе ол. Ол жігіттегі бай машинасы бар, керемет адам болып, оның ар жағынан басқадай да не шығып атады ғой осы қазір бізде. Білмеймін, менің өзімнің басыма өткен нәрсе солай. Мен шешем көп не ететін, консультация беретін. Өмір бойы айтып отырды. Сонымен Алматыға баруыма да шешем себепші болды. Сонымен жаңғыз жігіт екен. Ол жаңғыз жігіттің ол көбейту керек, ол жаңғыз жігітті. Өзі жаңғыз болған осы. Иә, деп соны. Шешеге байланысты, шыққан тегіне байланысты қыздар. Қызға енді дұрыс тәрбие беріп, сен ертең осындай жерге барсаң, кім болса да нетпейсің. Шешем бәрін айтып отырады. Бізге нәрселерді әкелді ғой, артынан Шұбартауға келді өксір Қоталыққа. Бұл шақырды біздің көкенің несері, әке-шешесі. Сонда дегеннің артынан енді өздерінше жасауға келеді, бірден келеді, сырмақ алашанымды. Соның бәрін, шешем марқым бәрін. Анау екі сырмаға келдім, біреуін ана үлкен езушканың астын салып беріп кетті. Ешкімнің қолын қақпа, саған дүние табылады. Сен самғылауын өзің ана күйеуіңмен жақсы тұрсаң, саған бұл жақтағы дүние болмайды. Бізген қазақтың есімен салтымен әкеп атқан дүниеде. Солай өздері бөл болды ғой. Солай шешеге көп нәрсе байланысты. Мен өз басым, например, шешемнің консультациясы өте көп болды. Көп жерде кеңес беріп отырды. Кеңес беріп отырды, иә. Не істесе де сол оғысын жасаған мінезі де бәрі де дұрыс деп есептейді. Жаңғыз адам солай болады кішкене. Жаңғыз өскен. Ерке ол 3-4 семьяның ортасында өскен. Оның бәрін көтеруің керек. Адамның еркелеу болған. Еркелеу болған ғой, ләлдің күнен жылу. 200 басына көтерілмейді. Жасудың ортасында солай ғой кісі. Көп адамдар көп түсінбейді. Оның шынды екен деп ойлайды, ол өзінің есебін біледі. Түсінетін адамдар түсінеді. Көрініп тұрады адамды. Сол қанша жерде тұрдық қой, 3-4 жерде тұрдық. Соның ең бізге неткені Америкада еркінді, қазақтар жақсы, соның кейін жасыл көн, сыйлайды бәрі. Әлі күн біз өзі әрең жылап шығарып салды. Аэропортқа дейін келді. Біраз жастар бар, жақсы жастар көп. Ол жастардың көбісі программист жастар. Қазақстаннан келген өздерінің еңбектерімен, өздерінің нелерімен ақырында орналасып жатыр. Өте жақсы. Білмеймін, бір көңілді ұнамайтын қазақ болып жүр. Бәрі сондай жақсы. Аурасы жақсы Американың. Атау жазған ғой Америка туралы. Еркін деп айтады. Еркін. Адамдар дегенде жымиып тұрады, дала үшін жымиып амандасады. Соны орманға шығамыз, орманға шықсақ ыржыңдап күледі бәрі. Мен айтамын, деген таниды екен ғой, соны мен десем, едіге де танымайды. Өздері солай адамдар үлкен кісі көрсе, сөйтіп амандасады. Денсаулықтарымызбен мезгілмен жатамыз, мезгілмен тұрамыз. 2 тіземнен кішкене еттім, оның операция жасатып алдым Америкада. Көзіме катарактыға операция жасатып алдым. Ата енді көп дәрігерге бармайды. Осын дені сау. Өткен жыл аяғын кішкене саябырлақ бағаны жүру аз. Әлі негізгі үйім менің Америка дейді қазір. 2 немересі сонда сол үйді жақсы көреді. Тұрып атқан емізді. Соң біз енді Құрманғазы үйдің нәрселерін бәрін алып алдық. Кітаптар ғой атамыздың ең байлығы өзі. 4 бөлме түгел кітап болады. Контейнермен алды. Тұрса үйде қалаулы тұр. Олар енді ақырындап. Бірақ бәрібір мен ол жерде мен жаздық үйім болады, мен негізгі үйім анау дейді бәрібір. Енді тоқанайды нетіп жүрген, немересін жаңадан туған.
осы қайда болады сонда боламын, осыған қараймын деп отыр ғой. Көреміз енді. Кенже немерелеріңіз. Иә, енді 2-3 ай болды келгенімізге. Америкада бүкіл кітапханам тұр. Мұнда да астында бірнеше бөлме бар, бірақ мұнда сыймайды, және көшіргім келмейді. Менің кітабым қазақтың жеке кітапханасындағы ең бай кітапхана. Біздің жазушылар жалпы жұрт том кітаппен есептейді, пәлен кітап бар, 3000 кітап, 5000 кітап, 7000 кітап. Кітаптың көлемі әрқилы болады. Негізінде 500 беттік бір том есепке алыну керек. 1 метрлік кітап сөресіне 30-33 кітап сияды. Ана тым қалың әлемдік әдебиет 25 томнан сияды, басқадай шығармалар жинағы 30-33. Мысалы, Диккенс бір сөре, Золя бір сөре болды, Золя 26 том, Диккенс 30 том. Бальзак тура солай. Бальзак тура солай. Бальзак 24 том, соның қасында Мери Мемен Флабер бар ғой деймін менде бір сөреде. Яғни шамасы 30 кітап болу керек. Мен сондықтан метрмен өлшеймін. Неше метр сіздің? Метрмен. Кітапханаңыздың метрі неше? Иә, сонда 1 метрдің бір сөре ғой дәстүрді. 1 метрлік сөреге 30-33 кітап сияды. Мен санымен есептемеймін, метрмен есептегенде менде қазір 190 метр, 200 метрге тақау кітап бар, дүние өзіме. Жеке шкаптарға жіктегенде ол 30 шкап кітап болады. Ол 5-6-7 бөлме керек оны ету үшін, үлкен қабырғалар мысалы. Сондықтан мен ең бай кітапхана деп айтатым сол. Оның үстінде менің кітапханамда бүкіл әлем әдебиеті, проза, соң әлем үлкен ақындарын, сосын бүкіл тарихи әдебиет, Геродоттан бастап, кейінгі Бартольдқа дейінгі тарих, философия, басқа әртүрлі саладағы, сосын әлгі эзотерика деген ненің Нумерология, эзотерика. Блаватская, солардың кітаптары бәрі бар. Енді ол енді Америкада тұрады ол кітаптар. Сосын енді бұрын барлық білім кітапта болды, әлде кітапта. Интернет бар, қазір интернеттен барлық нәрсе табылып жатады, бірақ қолда тұрған кітаптың жөні бір бөлек. Тарихқа байланысты өте көп, адамзат тарих, кейінгі орталық Азия тарих. Енді ол кітаптың бәрін оқып, қажетінше пайдаландым. Енді мұнда маған күнделікті қажеті жоқ. Шығысқан жазылды, Алтын Орда жазылды. Бірақ енді сол айттым ғой, бір аяғым Америкада тұрайын деп, осы бірер жыл өтіп демалып алғаннан кейін мүмкін арнап жұмыс істеуге Америкаға барып тұрамын. Аңшылардың әңгімесі сияқты біздің жазушылардың кітаптың әңгімесі. Аңшылар мынандай балық ұстадым деп балықшы, оны пәренбай аң ұстадым дейді. Сол сияқты кітаптармен мақтанады. Мысалға келтіретін Қадырды мысалы келтірейді өйткені оны реклама үшін. Айттым ғой, Қадырдың кітабы біз көрістірдік, 65 метр болатын. 65 сөре кабинеттің 3 қабырғасын алып тұр. Алғаш мен оқушы кезімде жинай бастадым, кітап сақталған жоқ, 1,5 болмаса. Сосын неден 58 жылдан бастап том-томмен алатын Букинистен. Ең алғаш алған кітаптарым Стендаль менен Гейневой. Стендальдің 15 том тұр бәрі. Ол кезде кітабымды алғанда сатып алғанды күн жазып қоятын мұқабаның ішкі бетіне. Сосын кейін кітап дефицит болды, кітап табу деген қиын болды. Мен сол іздемейтін болдым, өйткені бүкіл әлем әдебиеті өзімде болғаннан кейін кейбір кітаптарды айырбастап аласың, оны жаздым мен кітапхана туралы. Көп оққан себепті мына қатарлас қаламгер жолдас жігіттерге кітап беретін кейде айтатын мына кітапты ал деп. Мына Төленнің Әбдіковтың жазуына айрықша әсер еткен Акутагава, мен алғаш рет Акутагаваны Төленге мен бердім. Бір томдық кітап болады.
кейін 2 томдығын таптым, одан кейін 3 томдығын 2 данасын алдым. Орыс несі айтты дейді, білмеймін işte. 80% халық соғыс жақтайды. Мобилизация жерлеп қажет қанша. Сұрау керек дейді, соғыс жақтайсың ба? Жақтайды дегенде қолда повес ұстату керек дейді. Әскер. Бірақ оны жасаған біреулер болды. Қайда соғыстың басында көшеге шығады, журналист болып айтады, сіз қолдайсыз ба ана нені СВО-ны? Әрине қолдаймын, ол өте не дұрыс, ана мына бір нәрсе еді. Жақсы, өте дұрыс екен. Аты жөніңізді мына біздің тізімге қалдырасыз ба? Ол кез мобилизация шықпаған кез. Біз ана қолдайтын адамдардың тізімін мобилизация бола қалған жағдайға деп әдейі жинап жүредік деп сөйлеп айтады. Қашат сол екен адамдар бірден. Шоқанды ұлы қазақ дедіңіз ғой? Ау. Шоқанды ұлы қазақ дедіңіз ғой? Шоқан туралы айтып беріңізші, мысалы, Шоқанның тағдыры туралы жазсам дедіңіз. Гений болған Шоқан, Абылай ханға тартқан. Заманы басқа. Аз уақыттың ішінде кереметтей нәтижеге жетті. Дүние танымы, көзқарасын бәрі өзгерді. Енді екінші мәселе, ол Россияның қарауында болу керек деп есептеген саясын дейді. Өйткені басқаша мүмкін емес, ол кезде шығып кету мүмкін емес қой. Сосын Шығыс Түркістанды Россия қарау керек деп есептеген. Шығыс Түркістан. Өте дұрыс қой, жақсы ғой. Оны ұйғырлар енді ғана түсініп жатыр. Шығыс Түркістан Россия қарайтын болса, сондағы бүкіл қазақ, мына Қазақстанның құрамында болар еді. Ар жақта ұйғыр автономиялық республикасы болатын еді. Ол түрік халық қалай деген. Аға, сол ұйғырлар. Ау. Ол ұйғырлар, ұйғыр қағанатының жалғасы емес қой, қандай ұлт ол? Қазіргі ұйғыр автономиясының құрап отырған ұлт. Жоқ, Шыңжаңдағы деймін. Иә, соларды айтам. Ұйғыр ауданы да қазақтар кәдімгі отарлық елдегі сияқты. Ауыздарын ашырмайды, қорлап, мазақтап сөйтіп отырады ылғи. Кемітіп, ұйғыр мен қазақты төбелесе қалса, қазақты соттайды. Мына жақтағы нең жағдайы сол. Бүкіл қазақты басып ұстап отырудың тапқан амалы ғой Назарбаевтың кезінде. Оны жазатын нәрселер бар, бір талай. Бұрын қайталап жатамыз кейде. Отарлық жағдайдан әлі құтылғанымыз жоқ. Осыны отарған емес, осы Қазақстанда басқалықтардың да отарып алып отырмыз. Ресей Федерациясының келешегі, Россияның. Ресей Федерациясы ыдырайды деп айтады. Ыдырау не қайбыл. Өйткені енді ана татар мысал үшін 52%. Татарстан татарымыздан. Едігі айтады, біз 40% болдық, Прибалтика 40% болды, бәрі азаттық болды. Ол бір тарихтың бір төңкеріс уақыты. Қазір Ресей Федерациясы айтып болса, Башқұртстанда 30% башқұрт, 22% па сондай татар бар. Олар қалай дегенменде жақын. Башқұртта да көпшілік түрік. Татарстанда 52% қана. Бәрі болған, қанша заманнан бері. Татардың қатындар бала таппайды. Сосын татардың оқымыстыларының ұнамсыз бір жағдайлар бар. Мен оны айтқам жоқ, мына Алтын Орда ауып кетеді. Бұлар Алтын Орда түгел татар деп есептейді. Татар деп аталған. Ол кезде бәріміз татар. Шын татар біз. Қазіргі Қазан татар емес, олар бұлғарлар. Татар біз, шығыс түріктері. Мен жаздым. Шыңғыс хан заманында бүкіл түрік халықтары, Евразиядағы түрік халықтары екі үлкен суперэтникалық топ құрды деймін. Бірі дәшті қыпшақтағы қыпшақ негізі түріктер. Екіншісі ертістен ары Сары теңізге дейін, Хинган тауына дейінгі аралықтағы татар түріктері. Татар аталдылар. Ол біз Керей, Найман, Қоңырат, Жалайыр, кәдімгі басқа кейін кіріп кеткен ұсақ рулар қазақ құрамына кеніп кеткен. 25 ру Шыңғыс ханмен бірге келген қазақты құраған рулардың қатарында болғанын айтамын. Сонда Россия ыдыраса,
енді мүмкін ықтимал Ресей Федерациясы. башқұрт пен татардың бөлінеді. Дағыстан бөлінеді, шешен бөлінеді, бірінші кезекте бөлінеді, шешен мен Дағыстан. Сосын баяғыда Совет үкіметі құлаған кезде Дальневосточный республика деген болған. Иә, баяғыда ағылшын тілді Америка Англиядан бөлінді. Сондықтан бірнеше бөлшек Якутия өз алдына болады дейді. Дальний Восток орыс болса да өз алдына. Содан кейін барып мына орталық Иркутск, кәдімгі Свердловск, бұлар республика болады деп айтады. Болуы мүмкін, ықтимал нәрсе. Бірақ не қайбыл деймін. Өйткені ұлттық негіздері жоқ. Ұлттық бөлінетін шешен менен Дағыстан бөлінеді. Татар мен башқұрттың бөліне қою не қайбылдау. Қиын, өте қиын. Ол өсім болу керек. Енді латын әліпбиі деген мәселе бар ғой. Латын әліпбиі. Латын әліпбиі Кезінде 2013 жылы сіз Назарбаев тоқтатып қойды ғой. Назарбаев тоқтатып қойды. Ол енді Ердоған осы жолы ортақ болу керек депті. Сол негізін түріктің қазіргі әліпбиін алу керек. Өйткені қалыптасып қалған, олар өзгерте алмайды, өзгертпейді. Өзіміздің өзгеріс жаңалықтарымызды енгізуіміз керек, өзіміздің тілдің ерекшелігіне байланысты. Мысалы үшін айтайық, мына әрбір жаңалықтың басында жойынпастық деген болады. Иә, неде Түрік Республикасы жайланғаннан кейінгі уақытта арабқа қарсы көңіл өте жаман болды. Түрік тілін, араб сөздерін тазартамыз деген науқан болды. Мүмкін емес нәрсе ол. Алдыменен мектепті оқыл деді, саясатты политика деді, мәдениетті культура деді. Сол терминдерді, жекелеген терминдерді өзгертті, ешқандай нәтижесіз, сөзде мыңдаған сөз қалып қойды. Ең аяғы, ең кереметі, бұл жабайы түріктердің тілі деп қ деген әріпті жойды. Қ деген әріпті кіммен ауыстырып, мектепте бір ұрпақтан бір ұрпаққа ауыстырып, қазір қ деген әріп жоқ түріктің тілінде. Сол бізде де солай болды. Бастаған еткен кезде, жаңа Совет үкіметі құлаған кезде, түгелдей қазақшылады. Календарды қазақшылады, аяттары халықаралық термин орында тұру керек. Содан кейін барып, және оны шатыстырды әбден. Басқа да сол сияқты нәрселер бар. Енді латын әліпбиіне көшуіміз керек қой? Мен оны 60-92 жылы келген кезде түрік жазушыларының құрылтайында айтқам. Латынға көшуіміз керек бізді. Түрік сияқты. Сонда бірақ түрік негізге алып, қазақтың өзінің ерекшеліктерін сақтау керек. Жаңағы жерде сүт деп жазылып тұр. Алтын сүт дейді. Жаңа сүтті. Мына бауырсақ жөнінде мақала жазайын деп едім. Бауырсақтың күнін өткізу керек деген ба, сондай бір не оқыдым. Бауырсақ күні болып белгілену керек деген. Оның тарихы өзгеше оның. Бауырсақ 2000 жылдық тарихы бар. Ол мен ғана білетін. Айтып беріңізші, әлде жазасыз ба? Енді өткен түрік халықтарының басшыларының кездесу кезінде осы жақында бір ай болған жоқ қой деймін. Ердоған айтты ғой, ортақ әліпби керек деп. Жаңа айтқанда ортақ әліпби болу үшін ол жаңадан ойлап табу керек жоқ. Түрік әліпбиін негізге алу керек. Өйткені ол қалыптасқан жазу, және ол түріктер өзгерте алмайды. Соның негізінде біз өзіміздің ұлттық ерекшелігіне сәйкес өзгерістер жасау керек. Мысалы үшін айтайық, түрік тілі О-Ö бар жоғын білмеймін мен. Сосын кейін барып, қ деген әріп жойып жіберді дедім ғой жаңа. Қ болу керек. Сосын кейін барып, кішкене басқадай айырымдар болуы мүмкін, бірақ негізі қазіргі түрік жазуын алу керек. Сосын келісіп, әзірбайжандар менен өзбек келіседі, келіспейді. Қырғызда біздің қайымызда olur. Енді біз өзімізді түгенде басақ жетеді алдымен. Бүкіл түрікке тұлға бола алмаймыз. Жаңа бауырсақтың 2000 жылдық ол ертеме кешпей көшу керек. Латынға көшу керек. Енді Назарбаев басында айтып қалды, артынан барып өзі тоқтатты. Ал енді бірте-бірте, және ол қолма-қол 1-2 жылда болатын нәрсе емес. Мысалы үшін айтайық, басында бірінші классқа барған балалар бірінші әліппеден басталып, түрікше болса. Содан кейін барып 10 жылда 10-шы классқа жетеді. Бұл екі ортада бұрынғы
кирилл жазуы орыс жазуы қатар жүру керек. Содан кейін барып бір жолата не жазудағы кирилл жазуындағы кітаптардың бәрі түгелдей теріске шықпау керек. Олар таңдап барып латынға таңдап барып көшу керек. Таңдап барып көшу керек. Енді бізде арабша бірден жойылып кетіп жоқ болды да, арғы заманда бүкіл мұрадан айырылып қалдық қой. Мен академияда аспирант кезінде жұмыс істеп отырғанда алдыңғы ақсақалдар ғана таниды арабша. Олар мысалы үшін айтайық, маған таң қалып қарайтын. Академия кітапханасында отырған ел шалдар кейде келіп қарап кетеді. Мен арабшадан отырған таң қалып. Ол таң қалып ештеңе жоқ. Ал біздің академияда мен жұмысқа келген кезде арабша танитын бүкіл академияны әдебиет институтында бір-ақ адам болды, Сәрсенбі Дәуіт деген Қытайдан келген бала. Иә, түгел сауатсыз болды. Оқи алмайды. Әлі күнге дейін үйренген жоқ. Сол сияқты болмау керек. Латынға көшкен кезде мына кирилл жазуында барлық мұра жоғалып кетпеу керек. Бұл 10 жыл емес 20 жылға созылуға керек. Айттым ғой, бірінші класстан бастап, мен сынып деген сөзді қолданбаймын, класс. Бірінші класстан 10 классқа дейін 10 жыл. Иә, 7 жастағы 10 жасқа келді. Ол кезде 40-тағылар 50-ге келеді, 50-гілер 60-ға келеді дегендей. Сосын газеттер, нелер басылғанда екі тілде, екі жазуда қатар ауысып отыру керек. Ол онсыз болмайды. Ол ертеме кеше болатын нәрсе. Мәселен, кеше деп қалмау керек. Орыс тілін Конституциядағы ресми тіл мәртебесінен айыру мәселесі неге қозғалмай отыр? Орыс тілін Конституциядағы ресми тіл мәртебесінен айыру мәселесі. Жоқ, орыс тілі жүре беру керек. Орыс тілі керек десеңіз, біздің оңтүстік жақта өзбек тілін енгізуге болады. Иә, білу керек. Адам байытады. Орыс деген қалай дегенмен де қатардан шыққан жоқ. Тіл білген деген жақсы ғой. Қандай тілде білген де жақсы. Мен баспа істеген кезде ұйғыр жазушылардың арасында бір дау шығып, мен қалай дегенмен де қазақ тілін жақсы білгенмен де еркін оқи алмаймын романдарды. Сонда ұйғыр тілін білетін біздің қазақтарға оқытып алып, жаңағы төрелік айттым мен. Барлық тілді білу керек. Сондықтан орыс тілі тоқтау салуға болмайды. Белгілі мөлшерде жүру керек. Ағылшын тілі, француз тілі, неміс тілдерінде оқыды ғой соққа дейін. Қазір ағылшын дүниесіндегі үстем тілге. Ана күні Францияның президент Макрон келгенде француз тілді мектептер ашылса деген тілек айтып кетті. Ол да керек. Бәрібірдей француз болмайды. Білетін адам керек. Сол сияқты орыс мектептерді тоқтау салу дұрыс емес. Орыс тіліне. Бірақ қазақ тіліне орыс тілін білу деген ол енді болмайтын нәрсе. Қазақстандағы қазақ халқының 85-90% болатын болады. Сендердің кездеріңде. Кейінгі балалардың түгелдей орысшаға бару деген соған тоқтау салу керек, әртүрлі жолменен. Енді ана жаңа бағана айтып отырдым ғой. Ақмола демесе Қараөткел. Астана деген сөз мен айтқым келмейді. Ақмолада өзі мола деген сөздің өзі қасиетті сөз. Ақмола деген белый могил емес. Ол кәдімгі ақ мавзолей деген сөз ғой. Сонда Ақмолада 80% қазақ. Және соның 80% тең жасында 90% жастар. Сол мектепке барған, бірінші классқа барған балалардың 40% орысшаға барады. Ол баланың алдында 60-70 жыл өмір тұр. Сонда не болады? Оған бейресми түрде үгіт насихат жүргізу керек, тоқтау салу керек. Ертең балаларының болашағына балта шауып отыр ата-аналар. Заман өзгереді, қазірден өзгереді. Сосын тағы бір мәселе бар. Ана күн шығып жатты. Бізде патриот боламыз деп дүниені бүлдіреді. Айын дөздеген сияқты. Мына Қазақстанның азаматтығын қабылдау үшін қазақ тілін білу керек деген заң шығармақ болды. Мен бір жерін оқыдым. Ол жыл басынан бері 18-ің ба? Мен қазір қолымда жоқ, жазылған дерек. Адам, жаңа 18-іңдай адам, 18 ба, 20 ба? Қазақстан азаматтығын қабылдаған екен. Соның 2-3 мың ғана қазақ. Солардың бәрі қазақша емтихан тапсырды ма? Өтеді. Кез келген орыс өте береді. Қазақ тілін біледі деп жазып бере салады, 5-10 тиын берсе болды.
немесе 5-10 тиын бермей ақ жоғары нұсқа бойынша. Бұл мәселенің жамандығы мында. Россияда 600 мың қазақ бар. Россияда. Енді Өзбектегі қазақтар, олар өзбек тілін біледі, қазаққа жақын, ол жөні басқа, Түркмендегі, Қырғыздағы. Сол қазақтардың алдын бөгеу. Бұл тіл үшін күрес емес, қазақ тілін ұлықтау емес. Бұл Россияда қазақты Қазақстанға келтірмеуге жасалған кері амал. Ал енді олай болатын болса, Қазақстандағы қазақша білмейтін қазақтар үйретіп алыңыз қазақша. Қазақстанда қанша қазақ бар, қазақ тілін білмейді. Орыс тілін ғана біледі. Олар не істейсің? Жаңағы мәселе ар жағындағы астар зұлымдық, қазақтарды келтірмеу. Россияда келді. Түгелдей қабылдап алу керек. Қазақ болса болды. Енді азаматтық қабылдау жөнінде жүз рет айтылған Израильда ұшақтан түскен бетте бірден азаматтық береді екен ғой. Бізде бөгесін жасап қойды бәрін. Әдейі істеп, қазаққа қарсы. Назарбаевтың үкіметі анти-қазақ үкімет болды. Назарбаевтың өзі қазақтың жауы болды. Оны таң қалып, қалайша қазақ бола отырып, қазаққа жау деп, оны қалмақ деп ойлап тапты. О, түкте қалмақ емес, кәдімгі қазақ, қара қазақ, бірақ қалғын сатқан қазақ. Сол сияқты Қазақстанда қазақтарды түгелдей қазақша үйретіп алмай тұрып, Россияда қазаққа шектеу салуға болмайды. Ондай баппен қазақ тілі көтерілмейді. Түбінде Россия мен жазғам. Астраханда 150 мың қазақ бар. Жалғас Волгоградта 20-30 мың ба, неде Саратов облысында 70 мың қазақ. Сонда Еділ бойында 350 мың қазақ бар. Еділ бойында біздің ежелгі мекеніміз. Алтын Орданың ұйықты қонысы. Бұрынғы Сарай қаласының орнында, Сарай Жадид қаласының орнында Селитрен деген ауыл бар. Соның 5-6 мың халық болатын. Соның жартысы қазақ болады. Біраздан кейін түгел қазақ болады. Астраханда Астраханда қазақ күннен көбейіп кетті. Таза қазақ ауылдар бар. Ол Еділ бойы түгелдей қазақтанады. Сәлем, Тоқайты. Тоқантай. Мінеки. Таңертеңгі тамағын түгел ішкен. Бұл кәктен дізек келді, кәктен. Таңертеңгі тамағын түгел ішкен, түстегі тамағын түгел ішкен, кешкі тамағын түгел ішкен. Жақсылап ойнаған, жақсылап ұйықтаған, таза жақсы шүгір. 5 алып кепті. Батуға ұқсайды екен. Жалай, жүрме бұл. Батуға ұқсайды екен кішкентай кезіндегі. Сонда мен жазғам. Мен шу. 3 жылдан кейін Еділ бойы біздікі болады, Еділдің сол жағасы біздікі болады. Ана Орынборда қазақ көпшілікке айналады. Омбыда қазақ көпшілікке айналады. Сосын біздің даугастер болмашы нәрсені ойларын түспейді. Орыстар ана жермен біздікі. Онынан алмай жасар екен. Орыстар ана жер біздікі, мына жерді біздікі де. Оған ептеп шет жағалап қайды. Астрахан біздікі, бүкіл Еділ бойы біздікі, Саратов, Волгоград, Орынбор біздікі, Омбы біздікі, бәрі біздікі. Оны бұрынғы орыстың тарихында түгел жазылған. Қашан қалай бірте-бірте жерді алған туралы. Сондықтан қазақтың болашағы зор деп қарау керек, басқаша қарау керек дүние. Жаңағы тіл жөнінде әңгіме сол. Енді оны тілді күшейту. Оны мен жаздым. Арандатушылар бастап, ақмақтар қосылған. Деп ана 150 адам хат жазады ғой. Ойбай қазақтылық құрып бара жатырды. Арандатушылар бастап, ақмақтар мен аңқаулар қосылған деп. Мен ешқандай хатқа қол қоймас едім. Шулады қойды. Ана бір адамдардың атағын көтеру үшін болды. Не шықты ал? Оның элементарный нәрселері бар болмашы. Бірінші, мектептегі қазақ тілі ресми пән болу керек. Екінші, аттестатқа қазақ тілі жазылу керек. Үшінші, қазір қиындау, бірақ болашақта қазақ тілінен емтихан алу керек жоғарғы оқу орнына түсуге. Біздің заманымызда кез келген жоғарғы оқу орнына орыс тілінен емтихан тапсыратын. Заветтенен селқозға дейін. Филология емес. Содан кейін барып мемлекеттік қызметке алатын кезде қазақ тілін білуге шарт қойылу керек. Сонда оңай үйренеді. Ал енді осы Түркияға мен 92 жылы келдім алғаш рет. 1-2 жылдан кейін түгелдей
түгел тұрып қой енді. Осы жоқ. 1-2 жылдан кейін, 2 жылдан келсе мен, 2000 жылға дейін бірнеше рет келдім мен. 5-6 рет жыл сайын келдім. Базар аласам, базарға барсам, біздің бірге жүрген жігіттерім. Әрбір сатушының қасында бір орыс отыр. Түрікше, делдал болып. Қайдан келді деп сұрасам, Молдавиядан келген, Украинадан келген. Ақыры Қазақстаннан келген орысты көрдім. Орыстың әйелі. Қазақша білесіңіз білмейді. Түрікше үйреніп алған. Қажет болса үйренді. Ал енді осы Түркияда мен қазақ тілін білмейтін қазақтар болды ғой келді. Солар қазақ тілін білмеген күйінде қалып түрік тілін үйреніп алғандар бар. Қажеттілік болу керек. Патриотизм керегі жоқ бұл жерде. Сонда қазақ тілі қажет болса бәрі де үйренеді. Жаңағындай. Бірінші 10 класс дегенде аттестатта жоғарғы оқу орнында қазір емес уақыт оза келе хабарлап қойып қазақ тілін емтихан тапсыру. Содан соң барып жаңағы мемлекеттік қызметте қазақ тілін білу. Оның бар оңай, қиын нәрсе емес, оңай нәрсе. Қазақ тілін білетіндерге жеңілдік болу керек. Қазір онда атаулы жеңілдік жоқ, бірақ қазақ тілін білетін адамдар депутат болып жүр, басқа қызметте жүр, сондай қазақша білетіндер бар. Мінекей, нағыз қазақ мына бала. Тоқай темір. Тоқай темір неге қойған білесің бе? Білмейді екен. Менің балаларым, немерелерім бәрінің аты Шыңғысхан ұрпақтан. Бату, Байдар, Берке, Бөкей, Барақ, бәрі Шыңғысхан ұрпақтан хан болған. Сосын Тоқты бар. Тоқты алтын одан 5 ұлы ханы бар, соның біреуі. Тоқай темір туған кезде мен бір сайлап қойған аттарым бар. Едік айттық қандай ат қойсын деп. Сосын ана жақтан бағдерлер күтіп отырып қойғызған. Бара жатып тұрам, менде жазылған аттар бар, соның қайсысынан тура кабинеттің есігінен кіре бергенде ойыма түсті. Тоқай темір. Тоқай темір Шыңғысханның немересі. Жошынан туған. Кезінде Бату ханға үлкен сүйеніш болған. Үлкен мәртебеде болған. Кейін Тоқай темірдің ұрпақтары бүкіл Алтын Орданы биледі. Тоқтамыс ханнан бастап ақырына дейін Алтын Орданың хандары Тоқай темір ұрпағы. Қазақ хандары түгел Тоқай темір ұрпағы. Бұхар хандары Тоқай темір ұрпағы. Астрахан хандары Тоқай темір ұрпағы. Қырым хандары 1880 жылға дейін түгел Тоқай темір ұрпақтар. Шыңғысханның бәр немересінің ішінде Тоқай темірдің әруағы жоғары болған. Сонымен Тоқай темір болды жүр. Керемет есім. Түріктермен қазақша сөйлесіп жүр. Сол енді әңгіме. Айттым ғой, мен сол 19 жасымнан бастап қазақтың болашағын өте сенімді болдым. 16 жасынан 19 жасыма 3 жыл менде уайымменен өтті. Уайым болғанда түні бойы ұйықтай алмайтын бала қыз. Әйтпесе университетке түскеннен кейін Селенеге барып көргеннен кейін, ой, сұмдық. Ана Көкшетаудың өттен өттік. Басына үйірілген бұлтты көрген кезде мен көзіме жас келді. Кетті деп. Жол бойы мойынтан өткеннен бастап әрбір станция қаптаған орыс. Түгелдей Сұлтанмахмет өлеңін айттым ғой. Жеріңді қайыстырып мұжық басқан, тітіреп қаһарынан жер мен аспан деп. Сосын бәрінен түңіліп барып, жаңағы демография ғылымын игерген, тарихи демографияны. Сосын біз құрып кетпейді екенбіз. Қалай болғанда деп. Біраздан кейін Шымкент пен Жамбыл мен Қызылорда мен ғана мемлекет болып отыруға болады. Алматы облысымен. Дүниедегі жері үлкен мемлекеттердің бірі болды. Айттым ғой, ұйқыманы айтқан арманым жоқ. Селенеграмен қоса шықтым. Мына біздің көршіміз түрік әйел бәйбішесі татар. Ана күні қонаққа шығып біз айтып отыр. Қазақстан орыс шабуыл жасыр, мен соғысқа барамын деп. 70-ке келіп қалған ба? 65-те. 65. Түрік қаптап кетеді. Түріктің ұлтшылдығы, миллетшілдігі өте күшті. Олар бізге мектептен бастап үйретеді дейді, біз бір халықпыз деп. Мектептен бастап үйретеді дейді, түріктер айтады. Анау баяғыда Кипрде гректер басып алмақ болды ғой. Сол кезде мен келгенде мен естідім, Сабиха деген қазақтан. Сұмдық болды дейді.
жұрт көтеріліп мешіттерге сыймай кетіп, көшеге сыймай кетіп, үкіметтігін төңкеріп тастауға дайын болды дейді. Соң әскер түсірген содан кейін Кипрге. Сондықтан анамна жағдай болатын болса, түріктер келеді, керек болса ауғанның мұжахеттерін шақырамыз. Болмай-ақ қойсын, бірінші, екінші ауған мұжахеттерін шақырмай-ақ қой, екіншіден, біріншіден болмай-ақ қойсын. Мұсылманды қорғайды десе бәрі шығады. Қытаймен қатынас жақсы болу керек айттым ғой. Түркияменен жақындық одан ары арта беру. Орыспенен саясат ұстап, тым ішке кіргізбей, маулақтап та кетпей, Абылайдың саясатын ұстанып отыру керек. Енді қырғызбенен, өзбекпен татулық керек. Аға, енді мына жазушы болам деген жастарға кеңесіңіз бар ма? Жазушы болсам деген жастарға прозаға қарай. Ана мен деген кітапты оқу керек. Иә, ол толып тұрған сіздің Сонда айтылған бір рекомендация, не кітап оқу керек? Бәрі-бәр, иә. Қалай жұмыс істеу керек? Кембейдің үлгісі бойынша мен одан ары қарай дамып, қалай жұмыс жасау мәселесі. Өте ауыр. Мен ана күні Аласапыран алтын одан бітірсем деп, аман есен деп, ойлап қарасам бүкіл өмірім каторга сияқты болған екен. Кәдімгі айдауда, тас қазғанда өмірі тыныштық болған жоқ. Жазғандарды өткіздің өзі қаншама не. Енді тәуелсіздіктен кейінгі уақытта жағдай жақса басқаша болды. Сол енді. Тағы не сұрайсың? Айтатын әңгіме көп менде.